Малыңызда ешқандай ауру болмаса да, мына 3 жағдайда қан алынса, қан сараптамасынан бруцеллез ауруын көрсету мүмкіндігі жоғары болады. Ассалаумағалейкум достар, ақпарат беріп отырған Қазбет YouTube арнасы. Видеоны бастамас бұрын мал шаруашылығы және мал дәрігерлігінен кеңес беріп отырған қазақ тілді YouTube арнамызды қолдап, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Ал енді негізгі тақырыбымызға оралсақ, мына 3 түрлі жағдайда малдан қан алып тексерсе, бруцеллез ауруын көрсету мүмкіндігі жоғары болады. Бірінші, егер малыңыздың денесінде қабынған сыртқы жарақаттар немесе іріңді ісік болса. Екінші, желім безі қабынған малдарда, яғни мастит болған аналық малдарда. Үшінші, аналық мал тууға қатты жақындап тұрса, немесе туғанына 21 күн болмаса. Міне осы 3 жағдайда сақ болғандарыңыз жөн. Видео пайдалы болса лайк басып, арнаға жазылып қолдап қоюды ұмытпаңыз.